18.000 ғаламтор. Алматы қаласындағы тіпті бүкіл Қазақстан бойынша кеңінен таралған аңызға айналған тұяқты қыз оқиғасы бәріне мәлім. Каналымда осыдан 6 ай бұрын ең алғашқы видеода осы тақырыпты талқылаған болатынбыз. Бірақ ол видео шыққаннан бері комментарийда көптеген дау және түрлі оқиғаның нұсқалары мен көрермендер бөлісті. Біреулер арасында да Қапшағай қазіргі Қонаев трассасында ол қыздың бар екеніне сенеді. Біреулер оны шын көргенін айтты. Бұл оқиғаға сенбегендер де көп. Бірақ ең қызығы, кейбір адамдар тұяқты қызды Қазақстанның басқа қалаларында да, яғни Орал қаласында осы оқиға орын алғанын бірнеше рет жазып кетті. Шынымды айтсам, мен өзім тек Қапшағай трассасындағы оқиғаны ғана білетінмін. Ал Орал қаласындағы дәл осындай елес бар екенін айтқанымдай комментарияда кейбір көрермендердің жазуынан естідім. Ғаламтордағы ашық дерек көздер бойынша бұл аңыз Орал қаласындағы Ханкөл ауылындағы елес деп аталады екен. Сол оқиғаның рас өтірігін анықтауға барған журналистер жергілікті тұрғындардан жол сұрағанда, яғни біз Ханкөл ауылына дұрыс бағытта бара жатырмыз ба дегенде, олар өте күрделі жүздерімен бағыттарыңыз дұрыс, бірақ ол жаққа баруға біз кеңес бермес едік. Себебі онда елестер бар деп жауап берді. Бірақ журналистер оларға сенімсіздікпен қарап, ауылға қарай жолдарын жалғастырды. Журналистер жолдан әкімшіліктің қасына тоқтап, сол ауылдың әкімінен елес туралы сұхбат алмақшы болды. Бірақ өкінішке орай, әкім шаруаларымен командировкаға кетіп қалған екен. Ақыр соңы әкімшіліктің бас маманы сұхбат беруге келісті. Біздің аумағымыз үлкен, және оның құрамына Ханкөл ауылы да кіреді. Ауылда 400-ден астам тұрғындар бар. Елес туралы сыбыстар дәл осы жерден шыға бастады. Әсіресе әлеуметтік желіде көптеген аңыздар таралып жүр. КамАЗ жүргізушісі көліктің ішінде елесті байқағанын естідік. Ол рас. Ал одан басқа жын-перілер, қыздар жүреді деген сыбыстар, олар жай ғана қауесет. Қате әңгімелер. Ең бастысы, ақшашты елес қыздың фото және видеолары біздің аумақта түсірілмеген. Оның бәрі жай ғана фото-видео монтаж. Өйткені сол бейнедегі жолдар мен трассалар бізде мүлдем жоқ. Біздің ауылдың бірнеше адамдары әлеуметтік желі арқылы бір-бірімен осы аңызбен бөліскен. Ақыр соңы бұл сыбыс бүкіл Қазақстанға таралып кеткен. Өз басым елестердің бірінде кездестірген емеспін. Және оларға сенбеймін деп мәлімдеді. Содан журналистер Ханкөл ауылына жетті. Ауылдың бір ақсақалынан осы аңыздар туралы ой пікірін сұрай бастады. Мен ол аңыздарды әрине естідім, бірақ өзім оған сенбеймін. Себебі біз осы ауылда қаншама жыл тұрып келеміз. Ылғи да осы жолдармен, көлікпен де, жаяуда жүреміз. Көрші балдар қой бағады, түнде зираттың қасынан да өтеміз. Бірақ неге бізге тіпті бір рет болсын бұл елестер кездескен жоқ? Демек олар мүлдем жоқ, деді ақсақал. Ауыл тұрғындарының айтуы бойынша бұл сыбыстарды жобамен сырттан келген адамдар таратуы мүмкін деп айтуда. Бірақ алғашқы рет бұл мистиканы естігенімізде қатты қорқып, түнде үйден шығуға сескеніп жүрдік. Бірақ уақыт өте қорқыныш кетті дейді. Бір қызығы, бұл оқиғаны жергілікті тұрғындар әлеуметтік желі арқылы естідік дейді. Ал ауылдағы өмір өз ағымымен өтуде. Ал журналистер ауылды әдейі кеш батып қараңғы түскенде елестер шынымен де бар болса, өз көзімізбен көріп камераға түсіріп алу үшін жолға шықты. Алайда олар ешқандай елестерді көре алмады. Тіпті олар сол оқиға бойынша елестер жүрген жолда тұрып камераға түсірді. Іс жүзінде мұның бәрі жай ғана аңыз болып шықты. Кейбір адамдар роликтің астында тұяқты қыздың елесі Өзбекстанда да бар деп жазып кеткен болатын. Бірақ ғаламторда бұл туралы өкінішке орай мағлұмат жоқ. Алматы-Бішкек трассасында да дәл Қапшағай тас жолдағыдай ұқсас оқиға бар деген аңыз бар. Бұл оқиғалар кездейсоқтық па? Неліктен бір елес, бір аңыз, бір оқиға
Елдің әртүрлі жерлерінде, тіпті басқа мемлекеттерде де орын алды деген сыбыстар пайда болады. Әлде тұяқты қыз елесінің кеңінен тараған салдарынан соған ұқсас аңыздар туындай бере ме екен? Немесе сізді осы видеоны қосып көруге қызықтырған превью тұяқты қыз фейк болғаны ма? Өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіз. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде